Абайдың 30-шы қара сөзі. Қырқын мінсе, қыр артылмайтұғын осы бір қырт мақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек? Неге жарайды? Ол ар есті білмейді, намысты білмейді, кең толғау, үлкен ой жоқ, не балуандығы жоқ, не батылдығы жоқ, не адамдығы жоқ, не ақылдығы, арлылығы жоқ. Мойнын бұрып қойып, өй Тәңір-ай, қойшы әрі. Кімнен кім артық дейсің, кімнің басы, кімнің қанжығасында жүр? Ол менің қазаныма ас салып беріп жүрме. Мен онан сауын сауып отырмын ба деп бұлғақтап, немесе аяған жаным ба? Өй, енесін ұрайын, өліп кетпей ме неге керек? Азар болса атылып, я осы үшін айдалып кетсем де көнгенім ақ. Әйтеуір бір өлім бар ма деп қалшылдайтұғын кісі көп. Өздерінің көріп жүрсіңдер. Осы айтқан сөз бойына лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдайтұғын қазақ көргенім жоқ. Өлімге шыдамаймын деген де қазақты көргенім жоқ. Кеңірдегін ғана көрсетеді-ау, қиылып қана қалайын деп. Егер осы сөз бойына лайық кісі көрінсе, ақылы жоқ болса да, қайратыменен ақ кісі айдындыратұғын адам болғаны ғой. Егер шын айғайды көргенде кірер жерін табалмайтұғын дәрақы жұртты осы сөзімен айдындырамын, мына кәпірден кісі шошитұғын екен, дегізіп айдындырайын деп айтып отырған құр домбыт басы болып, босқа қоқиып отырса, соны не дейміз? Ай Құдай-ай, жанға мырзалық құлатұғын ердің жадағайында ақ сертке тұрғыштығы, малға мырзалығы, дүниені бір тыйып есеп көрмейтұғын жомарттыға әртүрлі белгісі бойынша тұрмас па еді. Ұялмас бетке талмас жақ береді деп, көп былжыраған арсыз, ұятсыздың бірі дағы.